Титусқа жазылған хат. 1 бап. Құдайдың құлы һәм Иса Масихтың елшісі болған мен, Павелден, Титусқа сәлем. Құдайдың таңлаған адамларының сенімі беккен болуы үшін, һәм өздерін Құдайдың жолы менен алып жүретұғын хақиқатлықты олардың білуі үшін мен тайынландым. Осы сенім һәм хақиқатлықты білу, өтірік сөйлемейтұғын Құдайдың дүния жаратылмастан бұрын уәде еткен мәңгілік өмірін алу үмітіне тикарланған. Уақыты келгенде Құдай өз сөзін жариялау арқалы ашып берді. Ал мен осы сөзді жариялау үшін құтқарушымыз Құдайдың бұйрығы менен тапсырма алдым. Ортақ сеніміміз бойынша хақиқи ұлым болған Титусқа әкеміз Құдай һәм құтқарушымыз Иса Масих мейірім һәм тынышлық берсін. Жұмақланбай қалған істерді тәртіплестіріп, менің саған бұйырғанымдай, әр бір қалада жәмәат ақсақалларын тайынлауым үшін сені Критте қалдырған едім. Ақсақал болып тайынланатұғын адам айыпсыз, тек бір хаяллы болсын. Оның балалары да сенуші болып, әдепсіз һәм тәрбие көрмеген деп айыпланбауы тиіс. Себебі жәмәат жетекшісі Құдайдың қызметшісі сипатында кемшіліксіз болуы керек. Ол қайсар, қызба, мәскүнемлікке берілген, жәнжелкеш, харам пайданы көздейтұғын болмауы тиіс. Керісінше, ол меймандос, жақсылықты сүйеуші, салдамлы, хақ, мұқаддес һәм өзін тұтып білетұғын болуы керек. Және де жәмәат жетекшісі басқаларды дұрыс талимат пенен жігерлендіруі үшін һәм хақиқатқа қарсы шыққанларды ашқаралауы үшін сенушілерге үйретілген хақиқат сөзі бойынша іс тұтуы тиіс. Өйткені хақиқатқа бойсынбайтұғын пәтуасыз һәм өтірікші көп адамлар бар. Ондай адамлар әсіресе Яхуди топарлары арасында көп. Бұндай адамлардың аузын жау керек. Олар өз харам нәпсі үшін үйретуге болмайтұғын нәрселерді үйретіп, барлық қожалықларды бұзып жүр. Хәтте Критлілердің өз шайыры, Критлілер барғұла өтірікшілер, жауыз хайуанлар һәм жалқау ашкөздер болған деген еді. Бұл гуалық хақиқат. Сондықтан сенімде бек кем тұруы үшін оларды қатаң ескертіп қой, һәм оларды Яхудилердің мәнісіз аңызларына, хақиқаттан адасқан адамлардың бұйрықларына құлақ астырма. Пәк адамлар үшін һәмме нәрсе пәк, бірақ нәпәк адамлар менен сенбейтұғын адамлар үшін ешбір нәрсе пәк емес. Себебі олардың ақыл ойлары да, хүжданы да іпіласланған. Құдайды білеміз десе де, істеген істері менен оннан танады. Олар жеркенішлі, Құдайдың сөзіне құлақ аспайтұғын һәм әр қандай жақсы іске жарамсыз адамлар. Титусқа жазылған хат. 2 бап. Ал саған келсек, сен дұрыс талимат бойынша тәлім бер. Үлкен жастағы ер адамларға салдамлы һәм хүрметке миясар болуды, өздерін тұтып білуді, сенімде, сүйіспеншілікте һәм сабырлылықта бек кем болуды үйрет. Сол сияқлы үлкен жастағы хаяларға да хүрметке ылайықлы өмір сүруді, өсекші һәм арақтың құлы болмауды, ал жақсылықты үйретуші болуы керектігін үйрет. Сонда үлкен жастағы хаяллар жас хаялларға ақыл насият бере алады. Құдайдың сөзіне тіл тимеуі үшін олар жас хаялларға күйеулерін һәм балаларын сүюді, өздерін тұтып білуді, пәк, қожалыққа жан күйер, мейірімлі болуды һәм күйеулеріне бойсынуды үйрете алады. Жас ер адамларға да өздерін тыйып білуді насият ет. Жақсы іслер іслеп, оларға әр бір нәрседе өрнек бол. Тәлім бергеніңде хадал һәм салдамлы болып, ешкім айыплай алмайтұғын дұрыс сөздерді сөйле.
Солай етіп, саған қарсы шыққанлар біздер туралы еш жаман нәрсе айта алмағанлықтан ұялып қалады. Құлларға қожайынларына әрбір нәрседе бойсынып, олардың кеуілінен шығуды қайтарып сөйлемей, һәм ұрлық істемей, толық садықлық көрсетуді үйрет. Сонда олар құтқарушымыз Құдайдың тәлиматына әр тәреплеме жақсы ат келтіреді. Өйткені Құдайдың құтқаратұғын мейірімі бүткіл адамларға ашық көрінді. Бұл мейірім біздерге құдайсызлықтан һәм дүнияның жаман әуеслерінен ваз кешіп, әзіргі дәуірде өздерімізді тыйып білуді, хақ болуды һәм Құдайдың жолына ылайықлы өмір сүруді үйретеді. Және де ол біздерге әзірше мүбәрек үмітіміздің, яғни ұлы Құдайымыз һәм құтқарушымыз болған Иса Масихтың салтанатпенен келуін күттіреді. Иса Масих әрбір күнәміздің төлемін өтеп, құтқару үшін һәм біздерді тазалап, өзіне тиесілі һәм жақсылық істеуге ынталы бір халық жарату үшін өзін біздер үшін құрбан етті. Осыларды толық билікпенен үйретіп, жігерлендір һәм кейі, өзіңді ешкімге кемсітпе. Титусқа жазылған хат, 3 бап. Басшыларға һәм үкіметке бойсынып құлақ асуды, әрбір игіліклі істі істеуге таяр болуды, ешкімді өсек қылмай, һәм жәнжелкеш болмай, мүлайым болып, һәмме адамларға әр тәреплеме жұмсақ қатынаста болуды сенушілерге еслетіп қой. Себебі бір уақытлары біздерде ақылсыз, құлақ аспайтұғын, адасқан, әр түрлі жаман әуеслер менен, әзліклердің құлы болған, жамалық һәм күншілдік менен жасаған, басқалар біздерді һәм біздерде бір-бірімізді жек көрген адамлар едік. Бірақ құтқарушымыз Құдай өз мейірімін һәм адамға деген сүйіспеншілігін ашық көрсеткенде, ол біздерді қылған хақ істеріміз себеплі емес, ал өз мейірім шапаты менен құтқарды. Біздерді мұқаддес рухы арқалы күнәдан тазалап, қайтадан туылдырды һәм жаңалады. Оның мейірімі менен ақланып, өздеріміз үміт еткен мәңгілік өмірдің мирасқорлары болуымыз үшін, ол мұқаддес рухын құтқарушымыз Иса Масих арқалы мол-мол етіп жаудырды. Бұл сөз хақиқат. Құдайға сенгендердің өздерін жақсы істерді істеуге арнауға тырысулары үшін айтқанларымды талап етуіңді қалеймін. Бұлар адамлар үшін жақсы һәм пайдалы, бірақ ақылсыз тартыслар менен шежірелер туралы сөздерден, мұқаддес низамға байланыслы айтыс һәм жәнжеллерден қаш. Өйткені бұлар пайдасыз һәм бейкар нәрселер. Алауыздық тудыратұғын адамға бір-екі ескерту жасағаннан соң, оның менен байланысты үз. Бұндай адамның бұзылғанын һәм өз-өзін хүкім етіп, күнә істеп атырғанын білесің. Артемді, ямаса Тихикті саған жібергенімде, дәрхал Никополиске менің жаныма келуге бар күшіңді сал. Себебі қысты сол жерде өткізуге қарар еттім. Низам қызметкері Зенас пенен Аполосты жолға атландырғаныңда, олар ешбір нәрсеге мүтәж болмауы үшін ғамқорлық жаса. Мүтәж адамларға жәрдем беру үшін һәм жеміссіз өмір сүрмеу үшін біздің адамларымыз да жақсы істерді істеуге өздерін бағышлауды үйренсін. Менің жанымдағылардың әммесі саған сәлем айтып атыр. Ортақ сенімдегі біздерді сүйетұғынларға сәлем айт. Құдайдың мейірімі әммеңізге яр болсын.